соңғы кезде батыстағы кейбір саяси сарапшылар, саяси белсенділер және саясаткерлер және журналистер тарапынан маған қайта-қайта ұсыныс жасалып, ұсыныс тасталып, айтылып жатқан бір мәселе туралы айтамыз. Ол мәселе Қытайдағы қазақтарды indigenous people, яғни indigenous халықтар санатына қосу туралы менің саяси белсенділік танытуымды, саяси қарекет танытуымды өтінген, кеңес айтқан, идея тастаған адамдар соңғы кезде көбейді. Тіпті бұндай ойменен әлгінде ғана өзіміздің қарагөз қазағымыздан біреу. Мен бұл арада атын айтпай-ақ қояйын. Қажеті болса айтармыз, қажеті болмаса айтпаспыз. Ол тараптан да Секе осы өзің тарапынан, осы тақырыпты көтеріп жүрген азамат ретінде Қытайдағы қазақтарды indigenous people деген статус беру мәселесін сіз көтерсеңіз деген ұсыныстар айтылып жатыр. Енді бұндай ұсыныстар бұдан ілгері маған Еуропадан да, Америкадан да, саяси белсенді адамдар тарапынан, саясаткерлер тарапынан айтылған. Бірақ мен оған басы бүтін, үзілді, кесілді, қарсы болдым. Енді осының барлығын кеңітіп, таратып, қазіргі лекциямызда айтамыз, бізбен бірге болыңыздар. Мына Фейсбукте бәрінде көрініп тұрмы өзі? YouTube, Facebook көрініп тұрма сіздерге? Жақсы. Даусым естіліп тұрма? Интернеттің сапасы қалай? Бірде үзіліп, бірде дұрыс болмай тұрма? Жақсы. Ендеше мына тақия үшін рахмет айтам. Кеше бұны Қалман Қизатұлы Зуқа Батыр немересі алдың күні бұл тақияны Алматыдан жеткізіп, алдың күні қолыма арнайы тапсырды. Бұл тақияны беріп жіберген кісіге рахмет, Алла разы болсын. Қазақтың ардақты азаматы марқұм Дінмұхамед Қонаевтың сенімді серігі, бауыры болған, қызметтес болған бір ақсақалдан арнайы сәлемдемесі екен. Сол кісінің берген сәлемдемесі деп, осы менің басымның рәзмеріне өлшеп отырып беріп берген тақия міне Нью-Йоркке келді. Рахмет, Алла разы болсын ақсақал сізге. Алла тілеуіңізді берсін, бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Оңай емес енді бұл маған өзі Алматыда да тақия шығу қиын болатын өзі 62-ші размер. 62-ші размер. 62-ші размер өзі Алматыда да таба алмай өзі көп елден сұрап ең соңында өзі жалығып сол 60-58 киіп жүре беретімін төбемнің ішінде. Мына енді 62 дәл міне тура төбемде тұр. Жел соқса ұшпайды. Нью-Йоркта жел қатты қыстың күні. 62-ші размерді киіп алып отырмыз. Рахмет. Сәлемдемеңізді, сыйлығыңызды алдым. Өте жақсы, дәл келді тура. Өте жақсы болды. Разы болдым. Алла сізге разы болсын. Енді арнайы сыртта жүр. Енді халықаралық бір жиналыстарға көп қатысамыз, саяси кездесулерге барамыз. Сол кезде қазақ екендігімізді әйгілеп, жаңа қазақы тақияны киіп жүргеніміз енді шынында ол енді керек енді. Қазақы тақия киіп жүргеніміз шынында керек. Міне, сол қазақы тақиямызды киіп жүрсек енді бірден көріп жұрттар кімсің дейді. Міне, рахмет, Алла разы болсын. Ал енді онда саяси жолымызды бастайық. Тағы да қазақ халқының саяси сауатын арттыра түсу үшін мынау Америкада болған жағдай туралы айтамыз. Америкада мына Алатулы елдің күнбиі Мәлкілдек шал өткенде бүкіл батыстың ақпаратын таңырқатып, бүкіл дүние жүзін таңырқатып бір нәрсені айтып тастады. Біз, дейді Мәлкілдек шал, біз Украинаға F-16 қырғындаушы ұшақтарын бермейміз деді. Енді Твиттердегі орыс ұлтшылдары деген ала қайлап мәз майрам болып, Украиндердің деген енді жер жебіріне жетіп, жездей қақтап,
орыстың ұлтшылдары, шовинистері енді бір бәле болып кетті. Бір бәле болып, тура ойбай салып, қуанып жаңағы. Өлген жетекелері тіріліп келгендей болып мәз болды. Ал бұл хабарды естіп, жалпы Украин халқына жаны ашитын біз сияқты азаматтар, бұл мәлкілдек шалдың бұнысы несі екен, бермесе бермей-ақ қойсын, бірақ бермейміз деп неге айтты екен, бұл украиндерге берілген бір рухани соққы болды деп, әлгі жерде жүрегіміз ауырып қалды. Анығында, осыдан барып біздің қазақ халқына бір нәрсені айтуға тура кеп тұр. Қазақтар ойлайды, батыс құтқарады деп. Батыстың сиқы міне осы. Батыстың сиқы міне осы. Және адамзат тарихында ешқандай құтқарушы күш жоқ. Қазақ хандығын жоңғарлар қынадай қырып жатқанда, қазаққа бір мұсылман бауырмын деп біреу кеп көмектескен жоқ, естеріңізде болсын. Түркіміз деп анау Османлы империя құрып отырған Османлың қазақ халқына көмектескен жоқ. Есіңізде болсын. Османлы түркі империясының керемет кезі. Сонда солар мынау Азияның кіндігінде қазақтардың, үш қазақтың екеу қырылып жатқанын Османлының барлаушылары білмеді деген өтірік сөз. Мен сенемін Османлының құпия мемлекеттік архивтерін, яғни Оспан түрік империясының архивтерін күзетсең, сол кезде бізбен тектес баяғыда ежелдің ежелгісінде біздің ата-бабамыз сияқты сол көшпенді өмірді, көшпенді дәстүрді сақтап қалған қазақ дейтін халықтың өстіп қырылып жатқандығы туралы олардың жаңағы дін таратушылары ма, жіберген барлаушылары ма ол доклад жасады, мен сенем. Себебі Оспан түркі империясы әлемдегі ең қуатты империя болды. Дүние жүзінің барлық жеріне, Африка елдеріне дейін барлаушы тыңшы жіберіп, кәдімгі агенттерін жіберіп, барлық жерде аударма орталықтарын, хат, пошта орталықтарын құрып, мемлекеттік пенсия орталықтарын құрып, сөйтіп тұтасымен дүние жүзілік саясатқа ықпал етіп отырған үлкен империя болды. Бірақ қазақтарды ешкім құтқарған жоқ. Мына жағынан орыс, мына жағынан Қытай қару берген жоңғарлар ырғын бүкіл кіндік Азияны толтырып, лықсып, осы сыққа толып отырған алтыны көп, малы көп, жылқысы көп қазақты қынадай қырып, қазіргідей бейшарағалыға түсіріп тастады. Міне шындық осы. Сондықтан бұл жердегі бұл әңгіме ешқандай бір құтқарушы күш, басқа бір жат қауым келіп, бізді құтқарады екен деген тәтті қиялдан арылсын деп айтып отырмын. Өткенде бір бауырларымыз бізге Ердоған туралы жаман сөз айтпа, Түркия туралы жаман сөз айтпа дейді. Мен бір нәрсеге күйіп кетемін. Қойлардың ішінде де қойлар бар болу керек. Айтпаңдар, қасқырлармен достығымызды білдірмеңдер. Қой республикасының 174-ші бабы бойынша арандату бабымен соттап жібереміз. Қасқырлар жақсы, біз контрактке қол қойдық. Қасқырлар тиіспейтін болды. Қасқырлардың айтуынша қойларға ең үлкен жауыздық, ең үлкен қастық адамзат деген бір хайуаннан келеді екен. Қасқырлардың бізге салған зияны адамзаттың бізге салған зиянның қасында аз екен. Адамдардың бізді сойып жегені қасқырлардың бізді тартып өлтіріп тамақтап кеткеннен көп екен деген саясаткерлер шығуы мүмкін қойлардың ішінен. Бірақ енді сол қойлардың ішінен де бір Серікжан Біләш деген қой шығып, ай қойлар, сені қасқырда құтқармайды, адамда құтқармайды, адам саған жем шөп бергенімен бәрібір ең соңында семіртіп сойып алады деп айтса, сүйкімсіз болуы мүмкін. Қалың қойда жаман сөз айтпа, жаман сөз ауыз садағасы, аузыңа жылан жұмыртқаласын, динозавр жұмыртқаласын деп ана қойлар ұнатпай кетеді. Себебі ұнамайды, жүйкелеріне тиеді де. Сосын айтсаң, ай қойлар, бір есек деген халық бар, сол есектер сендерді құтқарады екен. Есектер өзі бір көкшіл, көк түсті күлге аунап аңырайтын есектер кеп құтқарады екен сені, қасқыр келсе бір тебеді екен, адамзат соям деп келсе бір теуіп пышағын ұшырып жібереді екен десе, қойлар сенуі мүмкін. Сосын
Қойлардың ішінен Серікжан Біләш деген қой шығып, ой, есектің өзі бейшара, есекке сенбеңдер десе, ана қалың қой, айтпаңдар, есек біздің одақтас, арғы түбіміз бауырласпыз, есектер құтқарады, сен немене есектерді жамандайсың, сен жамандамағаның қалмады ғой өзі, деу жек көруі мүмкін.